Артыңыздан сөйлейтін адам бетіңізге күліп, ішінде басқа ой жүрген адам. Мұндай адамдар өмірде көп кездеседі. Олар сізге дос сияқты көрінеді, жылы сөйлейді, күліп қарайды, бірақ шын мәнінде ішкі ниеті мүлде басқа. Осындай жағдайды түсіну және оған дұрыс қарау әр адам үшін маңызды. Адамдар неге екіжүзді болады? Оның бірнеше себебі бар. Біріншіден, қызғаныш. Сіз бір жетістікке жетсеңіз, жақсы өмір сүрсеңіз, немесе өзіңізді сенімді ұстасаңыз, кейбір адамдар соны көтере алмайды. Бірақ олар ашық түрде көрсетпейді. Оның орнына сізбен бірге күліп, артыңыздан жаман сөз айтуы мүмкін. Екіншіден, әлсіздік. Ішкі жағынан әлсіз адам шындықты бетке айта алмайды. Ол конфликттен қорқады, сондықтан сырттай жақсы болып көрінуге тырысады. Бірақ ішіндегі негатив жиналып, арттан сөз болып шығады. Үшіншіден, пайдакүнемдік. Кейбір адамдар сізбен қарым-қатынасты тек өз пайдасы үшін ұстайды. Сізден бірдеңе керек болғанда жылы сөйлейді, күледі. Ал қажеті біткен соң өзгереді. Осындай адамдарды қалай тануға болады? Бірнеше белгісі бар. Олар сіздің көзіңізше тым артық мақтайды, бірақ шынайылығы сезілмейді. Сіз жоқ кезде мінезі өзгеріп кетеді. Кейде сіздің сөзіңізді бұрмалап жеткізеді, немесе басқалардан сіз туралы ақпарат жинайды. Тағы бір белгі тұрақсыздық. Бүгін жақсы, ертең суық. Бірде жақын сияқты, бірде алыстап кетеді. Мұндай мінез адамның ішкі ниетінің таза еместігін көрсетеді. Ең маңызды сұрақ. Бұндай адамдарға қалай жауап беру керек? Біріншіден, бәрін жүрекке жақын қабылдамау керек. Әр адамның пікірі оның деңгейі. Егер біреу сіздің артыңыздан сөйлесе, бұл сіздің емес, оның тәрбиесінің көрсеткіші. Екіншіден, шекара қою. Барлық адамға сыр ашу міндет емес. Әсіресе сенімсіз адамдарға. Өзіңіздің жеке өміріңізді, жоспарыңызды, әлсіз тұстарыңызды кез келген адамға айтпаңыз. Үшіншіден, бақылау. Кім шынайы, кім жалған уақыт көрсетеді. Адамды сөзіне емес, ісіне қарап бағалаңыз. Көп сөйлейтін емес, нақты әрекет ететін адамдарға сенген дұрыс. Төртіншіден, сабыр сақтау. Ашумен жауап беру әлсіздіктің белгісі. Ең мықты жауап үнсіздікпен өз жолыңмен жүру. Сіздің жетістігіңіз ең жақсы жауап. Бесіншіден, айналаңызды тазалау. Сізді түсінбейтін, сізге зиян келтіретін адамдарды өміріңізден ақырындап шығару дұрыс шешім. Бұл эгоизм емес, бұл өзін құрметтеу. Есіңізде болсын. Әр адам сізді жақсы көруге міндетті емес. Бірақ сіз өзіңізді қорғауға міндеттісіз. Өмірде шынайы адамдар аз, бірақ бар. Соларды табу үшін уақыт пен тәжірибе керек. Артыңыздан сөйлейтін адам сіздің деңгейіңізді түсіре алмайды. Ол тек өзінің деңгейін көрсетеді. Сіз өз жолыңызбен жүрсеңіз, бір күні бәрі өз орнына келеді. Сізге күліп тұрған әр адам дос емес. Бірақ сізге үндемей жақсылық тілейтін адамдар бар. Соларды бағалаңыз. Соңында бір маңызды ой. Сіз туралы кім не айтса да, сіздің шынайы болмысыңызды өзгерте алмайды. Егер сіз ішіңізде таза болсаңыз, ниетіңіз дұрыс болса, бәрі өз ретімен болады. Өзіңізді жоғалтпаңыз. Өзіңізге сеніңіз. Және ең бастысы, өз деңгейіңізді түсірмеңіз. YouTube каналға тіркелуді ұмытпаңыз. Осындай пайдалы ойлар мен шынайы өмір сабақтар үшін жазылып, қолдау көрсетіңіз.